Армысыздар құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, студия тізгінінде Ерзат Қасенбай. Абай облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Сандыбаев өңіріміздің басты ақпарат алаңында медициналық көмекті ұйымдастыруды жақсарту үшін елеулі жұмыс жүргізіліп жатқандығын және басқарманың алдағы жоспарларымен бөлісті. Толығырақ тілшіміз біліп қайтты. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында облыстық медицина саласының 15 қызметкері Израиль терапия, проктология, жамбас хирургиясы және басқа да бағыттар бойынша арнайы оқудан өткен. Сондай-ақ перинаталдық орталықтың 12 маманы Санкт-Петербург қаласына барып заманауи акушерлік салаға қатысты тәжірибе алмасты. Балаларға арналған МРТ аппараттарын сатып алу үлкен жетістіктердің бірі. Енді облыс аумағындағы 1 жасқа толған балаларды басқа қалаларға апарудың қажеті жоқ. Осылайша МРТ мәселесі кезең-кезеңмен шешімін табуда. Облыста жастарға арналған 10 денсаулық кабинеті жұмыс істейді. Онда жастар психолог, акушер-гинеколог, уролог және әлеуметтік қызметкерлерден тегін кеңес ала алады. Расчеты как количество штатных единиц на Медициналық көмекті ұйымдастыруды жақсарту мақсатында 9 айда келесі жұмыстар жүргізілді. Олар денсаулық сақтау қызметкерінің проблемаларын нүктелік пысықтау мақсатында алқалар форматынан үйлестіру кеңестерін өткізу форматына көшті. Яғни жарақаттану мәселелерін шешу үшін травматология жөніндегі кеңес өткізілді. Онкология қызметінің мәселелері онкология жөніндегі кеңесте талқыланды. Бұл медициналық көмек көрсету проблемаларын нүктелі талдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларға стоматологиялық көмек көрсету мәселесі шешілді. Яғни северомаска анестезиясын қолданады. Балаларда кезекті тәртібімен White стоматологиялық клиникасында емдейді. Кезекті белсенді ата-аналардың өздері реттейді. Я бы хотел рассказать за 9 месяцев, какая работа была проведена. Кешенді дамытудың жоспары аясында облыста бірнеше денсаулық сақтау мекемелерін салу жоспарлануда. Жоба шеңберінде Семейде қан орталығы, 400 орынды көпсалалы аурухана және 300 орынды балаларға арналған медициналық нысан салынбақ. Айта кетейік, алдағы уақытта істен шығып тұрған перинаталдық орталық қайтадан жаңғыртылатын болады. Ботагөз Мұратқызы, Әлібек Қауысбек, Фарлан Исаков, ТВК 6 телеарнасы. Семей қаласында облыстық тарихи өлкетану музейі 140 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осыған орай бүгін шаһарда Семей ертіс өңірінің археологиялық мұрасы, этнографиясы және музей ісі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өткізілді. Биыл еліміздегі көне музейлердің бірі Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің құрылғанына 140 жыл толып отыр. Осыған орай шаһарда Семей ертіс өңірінің археологиялық мұрасы, этнографиясы және музей ісі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өткізілді. Жиынға музей ұжымы мен республикалық көлемдегі тарихшылардан бастап шетелден келген қонақтар да қатысты. 140 жыл тарихы бар музейлер бұл біздің елімізде бірек саран ғана. Солардың бірегейі мынау Семейдегі тарихи өлкетану музейі. Бұл музейдің тарихын алып қарайтын болсақ, енді кейін айтып жатар бас қосы жігіттер. Сонау 19 ғасырдағы мынау Семейдегі императорлық география қоғамының сол осы Семейдегі бөлімі жұмыс істеген кезде, сол кезде құрылған болатын. Қазақтың сол кездегі атақты зиялылары, соның үшін Абайдың өзі осы құбылыспенен тікелей байланыста болған. Мүмкін осында музейге келіп экспонаттар этнографиядан әкеліп осы музейдің қорына берген деген бұл информациялар кезінде болған болатын. Сондықтан дағы бұл музейдің құрылуы біздің жалпы қазақ халқының рухани дамуына өзінің алғаш басында құрылғаннан бастап қосқан үлесі бар. Сол музей мінекей 140 жасқа келіп отыр. Бүгінде Абай облысы әкімдігінің музейлерге қойып отырған талабы өлкенің тарихи мәдени мұраларын сақтау, зерттеу, жинақтау, рухани құндылықтарын насихаттау. Қазыналы қарт Семейдің тарихы терең, әрі бай екені мәлім. Бірақ сол тарихымыз заман үрдісіне сай жүйеленбей отыр дейді тарихшылар. Сол себепті музей өзінің мерейлі күніне арналған ғылыми тәжірибелік конференциясының тақырыбына Семей ертіс өңірінің археологиялық мұрасы, этнографиясы және музей ісі деген атау берген.
Жалпы Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейі бұл мына көнелігі жағынан қазақ даласындағы ел ішіндегі ең көне музейлердің біреуі болып саналады. Өйткені санының өзі айтып тұр 140 жыл деп. Жалпы құрылғаннан бастап осы 140 жыл барысында біршама рет енді қиын кезеңдер өтті. Музей құрып кетудің азақ қалпында тұрды. Жаңағы заттар ұрланды, зақым келді деген секілді. Бірақ дегенмен де музейдің нағыз жанашырлары сол уақыттағы қызметкерлерді осы уақытқа дейін халықтың жаңағы көмегіменен, одан кейін әртүрлі қолдаушылардың көмегіменен осы уақытқа дейін аман-есен жеткізіп алып қалды. Қазір музей қорында 170 мыңға жуық заттар бар, және де 35 мыңға жуық кітап қоры бар, үлкен кітапханасы бар, сирек кездесетін кітап қоры бар. Былайша айтқан кезде және де дерек пен деректерге бай біршама құнды заттардан құралған музей деп айтуға болады. Мұқым қазақ даласындағы ең көне музейлердің бірі бүгіндері өзінің 140 жылдық мерейтойын осындай бір үлкен көлемде атап жатыр. Жан-жақтан айтар болсақ тіпті Египеттен, Италиядан ғалымдар қатысып, бүгінгі конференцияның бір үлкен шырайын келтіріп жатыр десек болады. Жиын барысында тарихи өлкетану музейінің бүгіні мен ертеңі, ондағы тарихи ескерткіштер мен жәдігерлердің құндылығы ортада талқыланды. Конференция соңында барлық қонақтар алтын адамның ескерткішімен танысып, арнайы көрмені тамашалап қайтты. Темірлан Рысбек, Езат Қасембаев, Арлан Исаков, ТВК, Алтарнасы. Кеше Семей қаласының автопарктері жаңа автобустармен толықты. Dongfeng маркалы жаңа 10 шағын класты, 10 орта класты және 2021-2022 жылдары шығарылған 25 үлкен класты автобустардың техникалық жағдайы мен мүмкіндіктерін көруге арнамыздың тілшілері де барып қайтты. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Таңмен таласып, уақытпен жарысатын қаламыздың тұрғындары үшін өзекті мәселенің бірі қоғамдық көліктің жетіспеушілігі болып табылады. Халықтың қоғамдық көлікке сыймай межелі жерден уағдалы уақыттан кешігетіні бар. Автобусқа сыйғанның өзінде тұншығып тынысы бітелетіндері және бар. Әлбетте, жаз айларында бұл мәселе қатты білінбегенімен, қыркүйек табалдырықтан аттап оқу басталған шақта өзектілігі арта түсетін өткір мәселені әкімдік те барынша бір жақты етуге тырысуда. Оның дәлелі күні кеше ғана алынған Dongfeng маркалы жаңа 10 шағын класты, 10 орта класты және 2021-2022 жылдары шығарылған 25 үлкен класты автобустардың сатып алынуы. Өздеріңіз білетіндей, Семейде бір ең басты бір проблемасы осы міне автобустың қатынасы болатын. Сондықтан да міне бүгінгі күнде міне куә отырсыздар, 45 автобусты міне сатып алып келіп, мына линияға қосып жатырмыз. Сондықтан да соның ішінде міне 25 Мерседес класты автобустар, олар әрине жаңа автобустар емес, бірақ 21-22 жыл автобустар, қалғандар міне жаңа автобустардың барлығын сатып алып келіп, ертеңнен бастап уже линияға жартысы қосылды, қалғандары бірте-бірте линияға қосылатын болады. Жылдың басынан бастап біздің мынау мердігер ұйымдармен 60 автобус сатып алынды, ол линияға қосылды. Қазіргі уақытта тағы да 20 автобусқа міне заказ беріп, жылдың аяғына шейін тағы да жоспарымыз бар, тағы жаңа 20 автобусты қосамыз еді. Әрине, бұнымен мәселе толық шешілді деуге келмейді. Қала әкімінің сөзінше, алдағы уақытта да қаладағы қоғамдық көлік мәселесі көтеріледі. Жауапты мердігер ұйымдармен де тиісті жұмыстар жасалу үстінде. Осыдан бір жыл бұрын қоғамдық көліктер желілерге 50-60%-ға шығып жүрген болса, қазіргі таңда ол көрсеткіш 80-83%-ға дейін көтерілген. Жаңа көліктердің келуі көрсеткішті әлі де еселейді деп күтілуде. Сондай-ақ автобус жүргізушілері жаңа автобустың қолайлылығын да атап өтті. Олардың сөзінше, жаңа көлік зейнеткерлер мен мүгедек жандар үшін өте қолайлы болып табылады. Это автобус среднего класса. Орта класстағы бұл автобуста барлығы қарастырылған. Егерде ол кісілердің арнайы арбасы болмаған жағдайда арнайы орында жасалған. Сонымен қатар коляскамен кіруге арналған арнайы жазылмалы жолда бұл автобуста бар. Арбаны да бекітіп қоюға болады. Тағы да бұл көлікті салқындатып жүйесі де орнатылған. Жаз айларында өте қолайлы болып табылады. Сонымен қатар жүргізуші үшін де көптеген дүниелер қарастырылған. Алдыңғы және артқы есіктер маңайына арнайы бақылау камералары орнатылған. Одан бөлек салон ішінде де бақылау камералары бар. Яғни жүргізушілерге де жолаушылар үшін де қолайлы жағдайлардың барлығы жасалған. Пандус специально предусмотрен, он снаружи, водитель должен его
Айта кетерлігі, ұсынылған автобустар Фортобанк арқылы несиеге алынған. Банк өкілдерінің сөзінше, бұл жоба 1 миллиард теңге сомасына инвестициялауды қарастырып отыр. Атаулы жоба қаламыз үшін де, қала тұрғындары үшін де маңыз екені белгілі. Сондай-ақ Фортобанк инвестицияның бұндай түріне атсалысып отырған үшін де қуаныш дегендерін жеткізді. Ерзат Қасенбай, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВК Алты арнасы. Жалғастырамыз. Семей водоканал мемлекетті қазыналық кәсіпорны 2023 жылдың 7 айда тарифтік сметалардың сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы баспасөз турын өткізді. Толығырақ әріптесім баяндасын. 18 қазан күні Семей қаласында Семей водоканал мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 2023 жылдың 7 айында тарифтік сметалардың сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы баспасөз туры өткізілді. Жиынға Семей водоканал мемлекеттік қазыналық кәсіпорын директорының міндетін атқарушы Талғат Семейканович қатысып сөз сөйледі. Сумма тут увеличилась, она увеличилась в связи с тем, Іске асыру институционалдық бағдарлама кезеңінде өз қаражаты есебінен 110 миллион теңге сомасына жоспарланған іс-шаралар нақты 14,7 миллион теңге сомасына амортизациялық аударымдар есебінен су бұру бойынша іс-шаралар орындалды. Немесе 13,3% техникалық және электротехникалық тексеру бойынша жұмыстар жүргізілді. Жүйелерді сатып алу және орнату бойынша аяқталған жұмыстар, сондай-ақ Нахаловка көшесінде қала маңында коллекторда болған апаттарды жою үшін үлкен өнімділігі бар мотопомпаны да сатып алды. Инвестиционная программа на период с 1 июля 2021 по 30 июня 2026 на услуги водоотведения. Баспасөз туры Семей водоканал мемлекеттік қазыналық кәсіпорын кеңсесінен бастап бірінші бағыт Қаржаубайұлы көшесі 249 және Жангелдин көшесі мен Затон су қорынан Роща 1 массивіне дейін. Ал екінші бағыт Затон су қоры Роща 1 массиві Жангелдин көшесі Қаржаубайұлы көшесінен бастап Қашағанов көшесі КНС Дюкер су құбырына дейін жалғасты. Семей қаласының сол жағалауы мен оң жағалауын сумен жабдықтаудың жекелеген жүйелері де бар. Кәсіпорын қызмет көрсететін қолданыстағы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 538.119 километрді құрайды. Оның ішінде Семей қаласы бойынша 420.219 километр. Ну, как я уже сказал, да, мы провели работы по техническому. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін үкімет 2023 жылдың 2024 жылдарға арналған айырбастау инвестициясының тариф жол картасын әзірледі. Осы жол картасына сәйкес департамент 1 шілдеден бастап тарифтерді бекітті. Осыған байланысты 2023 жылғы 1 шілде мен 2024 жылғы 30 маусым аралығындағы кезеңге еңбекақы төлеу бойынша шығыстарды және инвест бағдарламаларды өзгерту есебінен су беру қызметіне орташа босату тарифі текше метр үшін 27,62 теңгені құрайды. 1 июля 21 по 30 июня 26 2023 жылғы 7 айда сумен жабдықтау қызметтерін іске асырудың нақты көлемдерінің ұлғаюы тарифтік сметаларда бекітілгендермен салыстырғанда 258.195 метр кубты құрайды. Темірлан Рысбек, Ерзат Қасенбаев, Арлан Исаков, ТВК Алты арнасынан. 18 қазан күні қаламызда мефедрон және басқада синтетикалық есірткі түрлерінің таралып жарнамалануының алдын алу мақсатында қаланың 9 ауданында ауқымды науқан өткізілді. Шараға Абай облысы мәслихатының депутаттары, Аманат, Республика, Ақжол партиялары, облыстық және қалалық ардагерлер кеңесі, Абай облысы мәслихат аппараты, жастар мәслихатының депутаттары, жастар рухы, жастар қанаты, полиция басқармасы мүшелерінің қатысуымен өтті. Бүгін рейд жұмысына сәйкес тексеру топтарының әр учаскеден 30-дан аса есірткі жарнамаларының табуы қолданушылардың саны артқанының айқын дәлелі болып отыр. Нәтижесінде облысымызда есірткі өнімдерінің таралып жарнамалануы белең алуда екенін байқауға болады. Осыған қарсы психотроптық және синтетикалық есірткінің тұрғын үй қабырғалары мен аялдамалардағы жарнамаларды өшіру жұмыстары жүрді. Аталған зиянды әрекет қабырғалардағы жазылған логинді әлеуметтік желіде тіркеу арқылы жүзеге асырып отырған. Бұндай қылмыстық шаралардың алдын алу мақсатында іс-шаралар осыған дейін де қарқынды түрде жүруде. Нашақорлық қоғамымыздағы тесіріп жатқан ауыр індет. Бүгінгі күні енді республикамыздың көлемінде әсіресе мынау жастардың, кәмелетті жасқа толмаған жасөспірімдердің арасында синтетикалық түрі өте көп таралуда. Осы нашақорлықтың алдын алу мақсатында Абай облыстық мәслихатының төрағасы Қуаныш Серікқазыұлының қолдауыменен
Абай облысы жастар мәслихатының депутаттарының бастамасыменен бүгінгі күні мінекей қала ішінде біз рейд жасап жатырмыз. Әрине бұл бір күндік емес, жүйелі жұмысқа айналатын, ертеңгі күні бүкіл қаланың жастарының, студент жастарының, жасөспірімдерінің басын қосатын волонтерлық акцияға айналатын оқиға. Енді көзіміз жетіп отыр. Біздің қаламызда өмір сүріп жатқан әрбір азамат өте сергек болуға тиісті. Өйткені біздің тәрбиелеп жатқан жастарымыз ертеңгі қоғамның азаматы. Жастықпенен сондай есірткінің алдауына түсіп кететін болса, ертеңіміз, болашағымыз қалай болмақшы? Елімізде есірткі тұтынған адамдар саны көбеюде. Биыл нашақорлыққа әуес адамдар саны 18 мыңнан асты. Өкінішке қарай бұл көрсеткіш жыл сайын өсуде. Ұлттық құрылтайда көтерілген мәселенің бірі есірткіге қарсы күресті күшейту. Мемлекет басшысы атап өткендей, нашақорлық ұлт саулығына зор қауіп төндіретін кесел. Есірткі жастардың жанында, тәнінде улап жатыр. Сондықтан жасөспірімдер мен жастардың зиянды әрекеттерге жоламай тиімді пайдалануына қоғамда, оқу орны да, отбасы да жауапты. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, арнайы ТВ телеарнасы. 19 қазан құтқарушылар күні. 1995 жылы мемлекет басшысының жарлығымен құрылған арнайы қызмет күні бүгінге дейін халыққа қалтқысыз еңбек етіп келеді. Осыған орай балалар мен жастар шығармашылығы сарайында салтанатты іс-шара болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Төтенше жағдайлар саласы үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қауіпті қызмет кез келген тосын жағдайдың алдын алып зардабын жоюға үлкен күш жұмсайды. Апатқа ұшырағандарды құтқарып, алғашқы жәрдем көрсетіп, сол үшін де құтқарушылар қажетті жабдықтармен барынша жабдықтандырылуы тиіс. Бүгінде құтқарушылар төтенше жағдайларды жою жұмыстарына қатысуға дайын болу үшін арнайы медициналық, психологиялық әзірлігін, авариялық құтқару құрылымдарының құрамындағы қызмет дағдыларын үнемі жетілдіріп отырады. Сегодня, 19 октября 2023 года, Жыл сайын Абай облысының құтқарушылары дабыл бойынша 2,5 мыңға жуық шығуларды жүзеге асырады. 500-ден астам адамды құтқарады. Департаменттің бөлімшелерінде 1020 қызметкер бар. Олар өрт сөндірушілер, құтқарушылар, сүңгуірлер, дәрігерлер, кинологтар. Күн сайын кезекшілікке 103 қызметкер және 41 техника жауынгерлік есепте тұрады. Департамент бөлімшелерінде 105 өрт техникасы бар. Арнайы техника паркі жыл сайын жаңа үлгілермен толықтырылып, жабдықтары жаңартылып отырады. Материалдық техникалық қамтамасыз ету жағдайда күшейтіледі. Производится поэтапное обновление пожарной техники, пожарно-технического вооружения. Мерекелік шара барысында құтқарушыларды марапаттау рәсімі өтті. Құтқарушылардың жұмысы өз өміріне қауіпті болып келеді. Дегенмен олардың алға қойған басты міндеті халықтың тыныш өмірін, тұрмыстағы, өндірістегі қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, апаттық жағдайға жол бермеу. Ботагөз Мұратқызы, Бағжан Оғманов, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВ телеарнасы. Біздің 37 жастағы Рамазан Құсайынов 5 дүркін әлем чемпионы және 10 дүркін Азия, сондай-ақ Океания чемпионы атанды. Атап өтетін болсақ, Рамазан Құсайынов самбо күресінен Улан-Баторда бірінші орын, Таиландта, Өзбекстанда, Ресей мемлекеттерінде өткен самбо чемпионаттарында алтын медальді қанжылаған. Осымен бүгінгі жаңалықтар легі тәмам. Жағымда жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.